Саламатсыздар ма, оқушылар? Жаратылыстанудың 4-ші сыныбының 4-ші тоқсан бойынша жер және ғарышқа саяхат тарауына тоқталамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жер ғаламшары қандай? Жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Бүгінгі өтетін тірек сөздеріміз материк, мұхит. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз жер бетінің қандай болатынын білесіңдер, материктер мен мұхиттардың ерекшелігімен танысасыңыздар. Жедел жауап. Жердің қандай қабаттарын білесіңдер? Биосфераға не кіреді? Гидросфера нені құрайды? Литосфера қабығы неден тұрады? Балалар, ойланамыз. Біз бұл тақырыптарды бұрын өткенбіз. Естеріңізге түсіріңіздер. Балалар, ойланып болдыңыздар ма? Олай болса, қазір дұрыс жауабын көрейік. Жауаптарыңыз біздің жауабымызбен сәйкес келе ме екен? Тексерейік. Яғни, жауап: атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера болып төртке бөлінеді екен. Атмосфера деген бұл ауа қабаты екен. Биосфера деген тіршілік қабаты екен. Ал гидросфера деген су қабаты. Литосфера деген жердің қатты қабаты екен. Балалар, жауаптарыңыз дұрыс па екен? Өте жақсы, жарайсыңыздар. Енді бүгінгі тақырыбымыз жер ғаламшары. Осыған тоқталайық. Жер ғаламшарының өзі екі бөліктен тұрады, яғни құрлықтан және судан. Құрлықтан тұратын бөлігін материк деп атаймыз, ал судан тұратын бөлігін мұхиттар деп атаймыз. Материктің өзі 6 бөліктен тұрады, ал мұхитымыз 4 бөліктен тұрады. Балалар, түсінікті ме? Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Бұл жерде біз тоқталатын болсақ, бірінші материктерге тоқталайық. Бірінші материгіміз бұнда біздің міне, мына жерде көріп отырсыздар, міне, бұл Евразия. Одан кейінгі Африка. Одан кейінгі Солтүстік Америка. Одан кейінгі материгіміз Оңтүстік Америка. Одан кейінгі 5-ші үлкен Антарктида. 6-шы Австралия. Яғни бұлар біздің 6 материгіміз болып саналады. Енді мұхиттарға тоқталып кетейік. Ең үлкен мұхит Тынық мұхиты. 2-ші Атлант мұхиты. 3-ші Үнді мұхиты. 4-ші жоғарыда солтүстік мұзды мұхиты. Сонымен бізде 6 материгіміз, 4 мұхитымыз бар екен. Балалар, жердің көп бөлігін су алып жатқан біз бұрыннан білеміз. Тапсырма берілетін сіздерге, балалар. Бірінші тапсырма: 50-ші беттегі картадан 4 мұхиттың ортасында жатқан материкті тап. Таптыңыздар ма? Яғни, ол материктің атын есіңізге сақтайсыздар. 2-ші, қай мұхит 5 материкпен шектесіп жатыр? Қараңыздар, балалар, картаға. Қай мұхит 5 материкпен шектесіп жатыр? 3-ші сұрағымыз: біздің еліміз қай материкте орналасқан? Балалар, бүгінгі сіздерге үйге берілетін тапсырма: оқулықтың 50-51-ші бетіндегі тақырыптарды оқу. Одан кейін есепке қалайсың тапсырмасын және 2-ші ойлан тапсырмаларын дәптерлеріңізге орындауға болады. Мұқият ұйып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.